Қазақ мемлекеттілігінің дамуы, дәуір, оқиғалар, тұлғалар, тарихи танымдық мәні зор зерттеулерді ұсынған халықаралық ғылыми конференция осылай аталды. Конференцияға облыс әкімі Бердібек Сапарбаев, Мәдениет және спорт министрлігінің өкілдері, еліміздің әр түпкірінен және алыс жақын шетелдерден тарихшылар, зерттеуші ғалымдар, қоғамдық бірлестіктер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Конференция тақырыбына сай болашаққа жеткізетін салмақты ой тастады. Көп қырлы зерттеулерді негізге алған халықаралық конференцияның басты мақсаты қазақ хандығының 550 жылдығы және осы тақырыпта Арал-Каспий аймағының Еуразия тарихы мен мәдениетінде ерекше маңыздылығын көрсету. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев елбасының қолдауымен тарих сахнасынан әділ бағасын алған осы бір қасиетті мерейтойдың республика көлемінде ерекше аталып өтуінің саяси және тарихи маңызы зор деп атап өтті. Ең негізгі міндетіміз, мақсатымыз тағы да қазақтың тарихын, қазақ мемлекетінің қай кезден құрыла бастағанын басқа мемлекеттерге, басқа ұлттарға таныту. Қазақтың тарихын зерттеп жүрген көптеген ғалымдар, мамандар жазып айтып жатыр. Осының барлығы біздің болашағымыз үшін, жастар үшін. Конференция кезінде қаралған басты сұрақтардың бірі Әбілқайыр ханның тарихи тағдыры болды. Қазақ елінің тарихында Әбілқайыр ханның рөлі сөзсіз орасан зор, және де әлі күнге дейін ол саяси маңызы мен өзектілігін жоғалтқан жоқ деді тарихшылар. Сондықтан оның есімін тарихымызда сақтау елдің әр азаматының, соның ішінде ақтөбеліктердің борышы деп санаймыз десті. Әбілқайыр бұл әрі тек қана хан емес, бұл қазақтың бас қолбасшысы. Қазақтың бүкіл 300-дің қолын бастаған. Оның ішінде Қарақалпақта болды, Естек дейміз, Башқұртында қолдар болды. Осы барлық қолдың бас қолбасшысы Әбілқайыр болды. Енді міне қазіргі бүгінгі Ақтөбеде болып жатқан конференцияның маңызы сол. Біз Әбілқайыр ханның соның заманына, сол кездегі жалпы ерлік күресіне жаңаша көзқарас, тарихымызға жаңаша көзқараспен қараймыз. Әбілқайырды шын мәнінде біз егер Әбілқайырдың рөлін қазақ қоғамында аша алатын болсақ, біз сол кезде хандықтың рөлін аша аламыз. Конференцияда бас қосқандар елдіктің мерейтойы еңселі рухымыздың айғағы, тереңде жатқан тарихымыз жастар санасында отансүйгіштікті нығайтады десті. Жұлдыз Алмасқызы, Мержан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.